Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ, ірімшік қосылып жасалатын сочники дайындаймыз. Жасалу жолы да өте оңай, көп уақытты алмайды. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, қант қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Содан кейін ерітілген сары май, қаймақ қосамыз. Тағы да араластырып, қажетті мөлшерде електен өткізілген ұн қосып, оның үстіне қосқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Онда шетіне қосамыз. Қамыр кішкене қатая бастаған кезде қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. 10 минутқа тындырып қоямыз. Сол уақыттың ішінде салмасын дайындаймыз. Ол үшін ірімшікке қант, қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын. Енді сочники жасауды бастаймыз. Ол үшін қамырды екіге бөліп, видеода көрсетілгендей бәрін бөліктерге бөлеміз біркелкі. Бөліктерді видеода көрсетілгендей домалақтап шетіне қойып қоямыз. Содан кейін осы домалақ қамырды оқытаумен видеода көрсетілгендей жұқа қылдырып жайып, салмасын салып, видеода көрсетілгенде сочники жасаймыз. Пергамент төселген формаға дайын сочники салып, үстін жұмыртқамен жағамыз. Және 170 градуста 25 минут пісіреміз. Сочники дайын. Үстіне сахарная пудраны себеміз. Жақсы көтерілген және дәмді болған. Жасап көріңіздер, ас болсын.